Үшінші қатардың соңына келдім. Бастаған қатардың басымен соңғы жібін біріктіреміз. Мінекей біздің башмағымыз 3 қатар тоқыдым. Соңғы бірінші көтерілген қатар, одан бөлек 1, 2, 3 қатар тоқыдым. Енді біздер бұның алдыңғы маңдайшасын торшалардың басын қысқарту арқылы осылай маңдайшасын келтіреміз. Ол үшін біздерге 2 жағын белгілейтін маркер қажет. Мынандай маркерлер болады. Бірінші маңдайының ең ортасын табамыз. Ең ортасы табылды. Енді осыдан былай қарай 10 торша санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Кетті. Енді мына қапталынан да солай 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мінекей. Ортасын белгілеп, 2 қапталын белгілеп алдық. Енді ары қарай осы жібімізбен бастап тоқи береміз. Bir торша жоғары көтерілеміз. Келесіге таяқшамен маркерге 2 торша қалғанда 1, 2 торша қалғанға дейін тоқимыз. Әр торшаға 1 таяқшадан. Мінекей, 2 торша қалды. Осыған енді біз жартылай таяқша. 1 жіпті шалып аламыз. Келесіден жіп шалып алып шығамыз да, осы үшеуін бірақ тоқимыз. Мінекей, біреу және де біреу. 2 болды. Маркерімізді алып тастасақ болады. Енді 1 торша тоқымаймыз. Келесіге 1 ілмекті таяқша. 2-ін бір аламыз. Одан кейін тағы да 2-ін бір аламыз. Мінекей, біреу болды. Тағы да жіпті шалып аламыз. 1 торша тастап кетеміз. 2-інің ортасынан келесі екіншіге тағы да 1 ілмекті таяқша. Тағы да жіпті іліп аламыз. Келесін тоқымаймыз. Одан кейінгіге тағы да 1 таяқша ілмекті. Осылай араларына 1 торшадан тоқымай тастап кетіп отыру арқылы біз басын қайырамыз пинеткіміздің. Іліп аламыз, біреуін тоқымаймыз, екіншісіне 1 ілмекті таяқша, жіпті іліп аламыз, біреуін тоқымаймыз, келесіге жіпті іліп аламыз, ортасына 1 торша тастап кетеміз, келесіге 1 ілмекті таяқша тоқимыз, тағы да біреуін тастап кетеміз, келесіге 1 ілмекті таяқша тоқимыз. Енді маркерді алып тастаймыз.
келесі торшаға жартылай таяқша үшеуін бірге тоқып жібереміз. Тағы да ілмекке ілеміз, шаламыз жіпті, тағы да бір жіпті шығарып аламыз, үшеуін осылай бірге тоқимыз. Некеңіз. Біздің башмағымыздың басы осындай әдемі болып қайырылып келеді. Енді ары қарай ілмексіз жай таяқшаменен соңына дейін тоқимыз. Келесі торшаға кіреміз, жіпті шалып аламыз, екеуін бірақ тоқимыз. Осылай осы қатардың соңына дейін тоқып шығамыз. Соңына келдік. Алғашқы бастаған таяқшамызбенен қосамыз. Некеңіз. Енді келесі қатар. Бір торша жоғары көтерілеміз. Тағы да келестен бастап жай таяқшалар тоқимыз. Алғашында тоқылған екі полустолбик. Екі полустолбиктің алдынан тағы да екі торшаға жетпей тоқтаймыз. Мына жерге дейін тоқимыз сонда. Мынау алдыңғы екі жартылай таяқша, соның алдындағы тағы да екі таяқша тоқымаймыз, соған дейін ғана тоқимыз. Келіп жеттім. Мынау екі жартылай таяқша, оның алдындағы екі торша. Осыған екі жартылай таяқша бір торшаға тоқимыз. Жіпті шалып аламыз, келесі торшаға салып алып шығамыз, іліп, осы үшеуін бірақ тоқимыз. Келесіге тағы да солай екі жартылай таяқша, полустолбик кетті. Енді келесі алдыңғы қатардағы екі жартылай таяқша тоқылған жерге жіпті іліп аламыз. Келесіге іліп, жіпті шалып алып шығамыз. Бірінші екеуін тоқимыз. Ілмекте екі жіп бар. Тағы да жіпті шалып аламыз. Келесі торға кіріп, жіпті шалып алып шығамыз. Бұның да екеуін бұлай бір тоқып аламыз, сонда ілмекте үшеу қалды. Осы үшеуін бір тоқимыз. Бір бас қысқарттық. Тағы да жіпті шалып аламыз. Келесіге кіреміз. Бірінші екеуін тоқимыз. Мына екі ілмекте екі жіп тұрады. Тағы да жіпті іліп аламыз. Келесі торға кіріп алып шығамыз, жіпті іліп. Бұның да екеуін тоқимыз. Ілмекте үш жіп бар, осы үшеуін осылай бірақ тоқимыз. Біз осылай тоқу арқылы бас қысқартамыз. Ілмекке іліп аламыз. Келесі торға кіріп, бір жіпті алып шығып, екеуін бір тоқимыз. Тағы да ілмекке жіпті шалып алып, келесі торға кіріп, бір жіпті алып шығамыз. Екеуін тоқимыз. Ілмекте үшеу. Осы үшеуін осылай бірақ тоқимыз. Үш рет қайталадық. Жіпті шалып аламыз. Келесі тордың ішінен жіпті ілмекке іліп алып шығамыз. Екеуін бір тоқимыз. Ілмекте екеу бар. Тағы да жіпті шалып аламыз. Келесі торға кіріп, бір жіпті шалып алып шығамыз. Екеуін бір тоқимыз. Енді қалған үшеуін осылай бірақ тоқимыз. Осылай қайталаймыз. Келесі тордан жіпті алып шығамыз, екеуін бір тоқимыз. Тағы да жіп шалып алып, келесі тордан жіпті алып шығып, екеуін тоқимыз. Үшеу қалды, үшеуін бірақ тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5. Енді екі рет қайталаймыз.
небәрі 7 рет қайталану керек. Жіпті шалып аламыз. Келесі тордан жіпті іліп алып шығып, екеуін бір тоқимыз. Тағы да жіпті шалып аламыз. Келесі торға кіріп алып шығып, екеуін, артынша үшеуін. Енді бір рет қайталаймыз. Бір, екі, үш, төрт, бес, 6, 7. 7 рет қайталадық. Енді 2 жартылай таяқша. Жіпті алып шығамыз. Осы үшеуін бірақ тоқимыз. Жіпті шаламыз. Келесі тордан жіпті алып шығамыз. Осы үшеуін бірақ тоқимыз. Енді соңына дейін таяқшалар тоқып шығамыз. Ілмексіз. Келесі торға жіпті кіргіземіз. Ілмекті кіргіземіз. Жіпті шалып алып шығамыз. Екеуін бірақ тоқимыз. Жай таяқша менен осы қатардың соңына дейін тоқып шығамыз. Жіппен қосамыз. Осылай алды дөңгеленіп, біздің пинеткеміз осылай шығу керек. Енді осымен біздің төменгі бөлігіміз аяқталды. Енді тек осының үстінен бір қатар таяқшалармен тағы да бір қатар жүріп шығамыз. Ол үшін бір торшаны жоғары көтеріліп, келесі торшаға салып, осылай таяқшалармен тағы да бір қатар жүріп өтеміз. Осылай айналдырып, осы қатардың соңында кездесеміз. Бір қатар тағы да таяқшалармен жүріп өттім. Енді бұл жіпті қиып тастасақ болады. Енді біздер бұған мынандай әдемі баулық тоқимыз. Бұны тоқу үшін осылай бастапқы бас жағынан ортаңғы қақ ортасын тауып аламыз. Осыдан бастап 12 бас санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13-шіге маркерді қыстырамыз. Келесі жағынан да солай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13-шіге маркерді қыстырамыз. Енді біздер жіпті былай түйіп аламыз. Осыған 21 торша тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Осы жерден жіпті қиып тастаймыз. 21 торшамызды осы жерге қоямыз. Енді біздер бірінші маркерден бастап жібіміздің торшамызды бөлек қоямыз. Енді басқа жіппенен осы маркер тұрған жерден бастап тоқимыз. Жіпті іліп алып шығамыз. Осы жерге бір торшамен
бекітеміз. Енді әрі қарай келесі маркерге дейін, мына маркерге дейін осылай бір таяқшадан столбики без накида бір таяқшадан осылай тоқып шығамыз. Және мынау жіптің ұшын астына салып білдіртпей тоқып жібереміз. Мынау ортасында қиылған жіпті де осының астына салып, осылай тоқып кетсек болады. Енді сәл ғана қалды. Енді осы жерге біз алдында тоқылған мына 21 торша тоқылған жібімізді осы жерге келтіріп, мына маркерге, бастапқы жағын маркерге жақындатып келтіріп, мына жіпті тоқылып келе жатқан жерге қарай созып, соның астына салынып кету үшін жіп білінбей осылай жасаймыз. Осылай тоқып кетеміз. Мына жібіміз былай тұрады. Тартылып кетсе, кішкене жылжытып алуға болады. Маркердің қасына да келдік. Енді маркерді алып тастасақ болады. Енді әрі қарай былай қарай тоқымаймыз. Енді мына торшалардың үстімен кетеміз. 21 теріп алған торшамыз бар ғой, соның бірінші петлясына ілмегіміз салып, жіпті іліп алып, енді осылай тоқып кетеміз. Осылай соңына дейін тоқимыз. Соңына келдік. Біз осылай баулығымызды баулықтың пішінін келтірдік. Енді осы жерден бір торша жоғары көтеріліп, жұмысымызды кейін қарай бұрамыз да, кейін қарай жүреміз тағы. Бірінші, екінші. Енді біз осы жерден түйме тағатын ойық қалдыруымыз керек. Ол үшін екі торша ауаға тоқимыз. Астынан екі торша тастаймыз да, үшіншісіне осылай таяқша тоқып кете береміз. Сонда ортасында мынандай тесік қалады. Түйме тағатын, түйме кіретін. Осылай соңына дейін айналып, бір торшаға бір таяқшадан осылай тоқып шығамыз.
осылай кете береміз, жалғастырып. Баулығымызды үстінен тоқып келіп, мына жиегіне шықтық. Енді осылай айналып келіп, басталған жерге, мына жерге келіп тоқтаймыз. Басталған жерге келіп тоқтадық. Тағы да бір торша жоғары көтерілеміз, жұмысымызды бұрамыз. Енді қайтадан кейін қарай жүреміз. Тағы да әрбір торшаға бір-бір таяқшадан кейін қарай жүріп өтеміз. Осылай ұзыннан тоқылып, баулықтың үстінен тоқылып, соңына келгенде тоқтаймыз. Мен баулықты соңына дейін тоқып бітірдім. Және мына жерге келгенде, мына жері домалақ болып, әдемі болып тұру үшін бұлай айналдырып, мына жағына байланыстырдым. Мынау менің алғашқы тоқылған башмағым. Енді мен мынаны сіздерге көрсетейін деп баулығын тағы мына жағына қарай көрсеттім. Енді бұның мынау оң аяқ. Мынау сол аяқтың баулығы мына жақтан былай жабылу керек. Мен сіздерге енді оны қалай тоқу керектігін қазір көрсетемін. Екі жағының баулығы бізде екі түрлі болып тоқылады. Ол үшін бас жағының ең қақ ортасын тауып аламыз. Содан былай қарай 12 бас санап, 13-шісіне маркер қыстырамыз. Мына жағда дәл сондай. Бұны қойып қоямыз. Сөйтіп 21 торшаны алғашқыда тергендей қылып осылай теріп аламыз. Енді 21 тоқып болдық. Енді тағы да 2 торша жоғары көтерілеміз. Үшінші торшадан бастап, 1, 2, 3-ші торшадан бастап таяқшаларды тоқып кетеміз. 1, 2, осылай соңына дейін таяқшаны тоқып шығамыз. Ілмексіз жай таяқша, столбик без накида. Соңғысын тоқытып, енді осы жерден бірінші маркер тұрған жерге маркерді алып тастаймыз. Осы жерге ілмегімізді ілеміз. Мына жібіміз тұра береді, ілмегімізді ілеміз. Жіпті шалып алып шығамыз да осы жерге байланыстырып, бұдан әрмен қарай осылай тоқып кете береміз. Келесі маркерге дейін осылай столбикпенен тоқып шығамыз. Қиылған жіптердің ұшын астына жасырып салып кетеміз. Тоқу барысында маркерді алып тастаймыз. Енді осы жерден бір торша жоғары көтеріліп, кейін қарай бұрылып тоқып шығамыз. Ешқандай өзгеріссіз жай таяқшаларменен қайтып кейін қарай тоқимыз. Осы қатардың соңында түйме тағатын кетік қалдырамыз.
кейін мына жерге келгенде баулықтың үстінен бастап тоқып кете береміз. Әрбір торшаға бір-бір таяқшадан. Осылай тоқылады. Бұл бұйымды тоқу өзі негізі оңай. Қолыңыз үйренгеннен кейін бір-ақ күнде тоқып тастауға болады. Осындай бір пинетканы бір-ақ күнде тоқылады. Тоқылу жеңіл. Ешқандай қиыншылығы жоқ. Енді осы жерде 4 торша қалды. 2 торшаны біз ауаға тоқимыз. 2 торша тастаймыз астынан тоқымай. Үшіншіге осыны таяқшамен байланыстырамыз және соңғысын осылай тоқимыз. Енді тағы бір торша жоғары көтерілеміз, жұмысымызды бұрамыз. Енді кейін қарай тағы да осылай бір қатар тоқып жұмысымызды аяқтаймыз. Енді ары қарай өздеріңіз соңына дейін осылай айналдырып алып келіп басталған жерге дейін тоқимыз. Некемен баулығымды тоқып болдым. Енді жіпті қиып тастаймыз. Осыменен пинеткімізді тоқып болдық. Енді бізге алдындағы гүлді қалай тоқу керектігін сіздерге көрсетейін. Ол үшін жіпті аламыз. Осылай бір түйін жасап аламыз. Ілмегімізді салып енді осы түйінге 5 торша тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5. Және бірінші торшаменен екеуін байланыстырамыз. Мындай ортасы тесік круг шығады. Енді мына жіпті астына жасыра отырып, осы кругке бір торша жоғары көтерілеміз. Және осы кругке біздер 9 таяқша. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 және 9. 9 таяқша біріншісіменен байланыстырамыз. Енді 4 торша жоғары көтерілеміз. 2 ілмек, 1, 2 рет орап аламыз. Және осы бірінші торшаға 2 ілмекті таяқша тоқимыз. Іліп алып шықтық. Бірінші екеуін бір тоқимыз. Кейінгі екеуін бір тоқимыз. Тағы да екеу қалды, соны бір тоқимыз. Некеңіз. Жіпті тағы да 2 рет іліп аламыз. Енді келесі торшаға. Біреуіне 4 торша жоғары көтерілдік. 2 ілмекті бір таяқша тоқыдық. Енді келесі торшаға тағы да 2 ілмекті
2 ілмек ілеміз, келесі торшаға кіріп шалып алып шығамыз. Бірінші екеуін тоқимыз, артынша екеуін тоқимыз, тағы да екеуін тоқимыз. Тағы да 2 ілмек іліп аламыз. Осы екінші тоқылған торшаға тағы да бір осындай 2 ілмекті таяқша тоқуымыз керек. 2 рет тоқыдық. Тағы да 2 ілмек іліп аламыз. Келесі торшаға кіріп, іліп алып шығып, бұған да бірінші екеу, екінші екеу, үшінші 2. Енді 3 торшаны ауаға тоқимыз. Және осы соңғы тоқылған торшаға кіріп, іліп алып шығып, осыменен байланыстырамыз. Бірінші гүліміздің бірінші жапырағы. Енді 1, 2, 3 торша тоқимыз. 2 рет айналдырамыз. Және де осы торшаға тоқимыз. 2 орамды таяқшаны. Кетті. Іліп аламыз. Келесі торшаға 1, 2, 3, тағы да 2 орап аламыз. Тағы да осы торшаға екіншісін тоқимыз. 2. Енді тағы да 2 рет орап аламыз. Келесі торшаға 1-ін тоқимыз. Енді 3 торшаны ауаға тоқимыз. Және осы соңғыға бүйтіп байланыстырамыз. Екінші жапырақ. Осылай тоқу арқылы 5 жапырақ тоқылады. 3 торша тоқимыз. 2 рет орап аламыз. Осы жерге тағы да 1-ін тоқимыз. Тағы да 2 орап аламыз. Келесі торшаға 2 тоқимыз. Екі рет орап аламыз. Тағы да келесі торшаға 1 тоқимыз. Енді 3 торша ауаға тоқимыз. Осы торшаға апарып байланыстырамыз. Енді 2 қалды. 3 таяқша торша тоқимыз. 2 рет шалып аламыз. Осы жерге тағы да 1 тоқимыз. 2 рет шалып аламыз. Келесі торшаға 2 тоқимыз. Одан кейінгі торшаға 1 тоқимыз. 3 торша ауаға тоқимыз. Осы торшаға әкеліп байланыстырамыз. Енді соңғысы қалды. 3 торша. Осы жерге 1 тоқимыз. Тағы да 2 рет орап аламыз. Келесі торшаға 2 тоқимыз. Екі рет орап аламыз. Келесі торшаға 1 тоқимыз. 3 торша ауаға воздушный петли тоқимыз да осы жерге алып келіп байланыстырамыз. Біздің гүліміз дайын. Енді осыған біз моншаққа дайынбыз. Мен мынандай қылып жасадым. Ортасына 1, жан-жағына 5 жапыраққа 5-5, бір-бірден 5 баулығына осылай 3 моншақ және түймесін қадап осылай жасадым. Енді оны әрмен қарай өздеріңіздің қиялдарыңызға байланысты кім қалай жасағысы келеді, өз еркі. Мен қазір осының барлығын тігіп, тағып, сіздерге дайын өнімді көрсететін боламын. Неке менің башмағым дайын болды.
моншақтарын тіктік, түймелерін тақтық, артық жіптерін жасырдық. Мінекей өте әдемі және де тез тоқып шығуға болатын ханшайымдарға арналған башмақ. Менің видеомды көргендеріңізге рахмет. Менің видеом ұнаса, лайк баса кетіңіздер және менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше сау болыңыздар, келесі кездескенше.